Зағип жанның мәселесі оның тек кемістігінде ғана емес. Олар бір жағынан дертіне еміздесе, тағы бір жағынан қоғамнан жылу іздейді. Ел қатарына қосылып, қоғамға сіңіп, оның бір мүшесі болуға тырысады. Осы орайда ауданымызда зағип жандардың өзін бөлек сезінбеу үшін өтіп жатқан іс-шаралар көп. Соның бірінде тілшіміз барып қайтқан болатын. Нақтырақ келесі бейнематериалдан көрейік. Елімізде зағиптар қоғамы 1937 жылы құрылған еді. Аталған қоғамның құрылғанына 85 жыл толыпты. Осыған орай Сарыағаш ауданының зағип жандары Қазығұрт аудандағы киелі мекен болып есептелетін Ақбура ата әулие кесенесіне келіп зиярат етуде. Мұнда біз жанары көрмесе де жүрегі көретін, өмірді сүюге құштар осындай жандарға жасалған тағы бір жақсылықтың куәсі болып тұрмыз. Иә, зағип жандар да қоғамның бір бөлігі және одан тысқары қалмауы керек. Сондықтан да Сарыағаш аудандық ару аналар тобы бұл іс-шараны ұйымдастырып отыр. Айналайын, осы зағиптер біз біргеміз. Біз бөлінуді білмейміз дегендей, бұл зағиптер деп неғымайық. Бұл зағиптер болғанменен, көздері зағип болғанменен, жүректері кең, жүректері ояу. Мінекі мен осы зағиптер деп отырып қалмасын, осылар тұңғиыққа батып кетпесін деген ойменен менің ару аналарым қолдап осы ішті бастап өшіруге әкеліп отырған жай бар. Міне әзір осы зағиптарды менің өзім әжелерім ұйымдастырып әкеліп отырғана мен өте қуанып отырмын. Өйткені осы Сарыағаш ауданында осындай кішкентайда болса қол үшін беріп, осындайларға әйтеуір кішкентай болса деме болсам, мен қуанар едім. Зағиптар қоғамының 85 жылдығын ерекше атап өткісі келген жандар Ақбура ата әулиенің кесенесіне кіріп, онда дұға оқып, дерттеріне шипа табуға ниет білдірді. Олар бағыштаған Құраннан кейін кесене жанындағы киелі болып есептелетін бұлақ суының дәмін татты. Шырақшының айтуынша бұл су мың бір дертке дауа екен. Міне бүгін мынау бізге Ақбура әулиеге Сарыағаш ауданынан, Сарыағаш қаласынан ару аналар, әжелер тобы келіп отыр. Бұл кісілер әрдайым келіп тұрады, зағиптер тобы. Бұл кісілерге Алла разы болсын, ем іздеп келіп отыр. Денсаулықтары жақсы болсын, емдеріне осы Алланың шипасын берсін, жақсы болып кетсін. Ақбура әулие бабамыз осыдан 1000 жыл бұрын өмір сүрген кісі. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи бабам, Арыстан баб, басқа әулиелер, бұл кісілер Ақбура әулие барлығы бір ғасырда өмір сүрген кісілер. Бұл бабамыздың осы жерге Қазығұрт тауының етегіне келіп өмір сүрген негізгі мақсат, сол кезде Қазығұрт тауының етегінде халық көп шоғырланған. Осы халыққа алғашқы мұсылман дінін әкелген кісілердің бірі, дін таратушы кісі. Бұл кісінің басқа кісілердің ерекше қасиеттілігі емшілік қасиеттері болған. Өз заманында ауырған адамдарды осы бабамыз емдеп жазып отырған. Мына жерде бұлақ бар, осы бұлақ бабамыздың бұлағы деп айтылады. Бұлақтан Алладан ниет етіп су ішсе адамның ішкі организмінің бәріне пайдасы бар. Ақбура ата әулие кесенесінің шырақшысы зағип жандар мұнда бірінші рет келіп тұрған жоқ. Олар дембедем келіп әулиені зиярат етіп тұрады дейді. Ақбура ата әулие кесенесінің жанындағы мына бұлақтан шығып тұрған су осы айналадағы 7 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз етеді екен. Сонымен қатар мұнда зиярат етіп келушілер осы суда 1001 дертке дауа деп сенім білдіреді екен. Біз де осы судан ниет етіп ішіп көрейік. Айта кетейік, зағип жандар мұнда тек зиярат етіп қана қоймады. Олар осында дастархан жайып, бір-біріне ізгі тілектерін айтты. Шара барысында іс-шараларға белсене қатысатын зағип жандарға марапат қағаздары мен алғыс хаттары табысталды. Хуснидин Хасанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.